Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз бір жасағаннан өте дәмді шығатын творожный пирог жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май және қант қажет. Екеуін араластырамыз. Кейін тағы да бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымыз бен разрыхителімізді тестамызға бірнеше бөліктерге бөліп араластырамыз. Және бір ескеретін жағдай, қамырыңыздың әдемі болып шыққанын қаласаңыз, онда барлығын бірден салып жібермеңіз, бірнеше бөліктерге бөліп араластырыңыз. Сол кезде сіздің тестаңыз әдемі болып шығады. Кейін дайын болған қамырымызды, начинкамыз дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Енді начинкамызды дайындау үшін құрғақ ыдысқа творог пен қантымызды салып, лопатканың көмегімен бір-бір араластырамыз. Кейін оған жұмыртқамызды қосамыз. Енді барлығын біркелкі масса болып араласу үшін блендердің көмегімен араластырып шығамыз. Және айта кететін жағдай, үйлеріңізде осындай видеодағыдай блендер болса, соны пайдаланыңыздар. Миксер қолданбаңыздар, өйткені миксер сіздердің творогтарыңызды шашып дұрыс шығармайды. Начинкамыз дайын. Енді холодильниктегі тестамызды алып, ыдысқа жақсылап домалақтап орналастырамыз. Кейін бетіне салмамызды салып, бір тегістеп шығамыз. Лопатканың көмегімен бетін тегістеп болғаннан кейін, ыдысымызды тағы да бір-екі рет сілкіп жіберсеңіз, беті одан әрі әдемі болып тегістеледі. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 50-60 минут пісіріп аламыз. Және пирогты піскен бойдан сразу кеспеңіздер, суытып барып кесіңіздер. Сол кезде пирог өзінің формасын әдемі сақтайды. Біздің пирогымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.